Жастардың талантын шыңдайтын, даналардың түлеп шар тұғыры. Ұлттың рухани байлығы білімінде емес, ұстанар бағыты тәрбиесінде. Ал білімнің сарқылмас көзі мектепте. Бәйтерек ауданындағы заманауи үлгіде салынған Дариян мектеп гимназия интернаты 2018 жылы шәкірттеріне есігін айқара ашты. 3 қабатты мектептің сыртқы келбеті қандай сәулетті болса, кіре берісінен бастап дәліздер мен кабинеттері де әдемі безендірілген. Жылы шыраймен қарсы алып тұрғандай. 300 орындық білім ордасы, 100 орындық интернаты мен еліміздің бас қаласының 20 жылдық мерейтойы қарсаңында іске қосылған болатын. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, жан-жақты дамыған, білімді, елжанды, еңбекқор, өзінің атқарған ісіне жауапкершілікпен қарауды азаматтық парызы санайтын, ұрпақ тәрбиелеуді мақсат тұтқан білім ошағында бүгінде 294 оқушы білім алып жатыр. Оның 118-і бастауыш сыныпта, 140-і 5-9 сыныпта, 36 оқушы 10-11 сыныпта. Білім ұясында оқушылардың білім алуына барлық жағдай жасалған. Мектеп ғимаратында 21 оқу кабинеті, шеберхана, спорт залы, асхана, зертханалық кабинеттер, мұғалімдер бөлмесі, акт залы, кітапхана бар. Кіреберісте жасылдандырылған арнайы демалыс орны безендірілген. Сонымен қатар бастауыш сынып оқушыларына арналған шығармашылық орталық, адалдық алаңы ұйымдастырылған. Оқу кабинеттерінің жабдықталуы қойылған талаптарға сай. Қажетті әдістемелік, ақпараттық технологиялық құралдармен, интерактивті тақталармен қамтылған. Физика, химия, биология кабинеттерінде тәжірибелік сағаттарды өткізуге мүмкіндік жасалған. Бүгінгі күні мектеп 10 интерактивті тақта, 16 робот жиынтығы, 204 компьютермен қамтамасыз етілген. Информатика кабинеті де заман талабына сай жабдықталған. Мектепте IT сынып ашылған. Робототехникаға, бағдарламалау тіліне үйренуге, 3D принтермен жұмыс жасауға оқушылардың қызығушылығы күн санап арта түсуде. Оқушылар робототехника, 3D модельдеу үйірмелеріне қатысып, роботтардың үлгілерін жасаумен шұғылданады, түрлі жобалар жасайды. Уақытын бос өткізбеу үшін оқушылар сабақтан тыс уақытта қажетті іспен айналысады. Балалардың қабілетін ашу және еңбекке, шеберлікке баулу мақсатында бейшілер, ағаш, тігін тігу, карате сияқты үйірмелер жұмыс жасайды. Үйірмеге қатысушы оқушылар өнердің қыр-сырын үйренеді. Шәкірттердің аудандық, облыстық байқаулардан жетістіктері де аз емес. Мектептің қажетті спорт жабдықтармен жабдықталған талапқа сай спорт залында карате үйірмесі жүргізіледі. Спорт менің өмірімнің мәні. Спортты сүймейтін адам жоқ шығар. Мен өзім карате үйірмесімен айналысамын. Карате үйірмесі біздің мектебімізде 2009 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Осы жылдар арасында біздің мектебімізден 5 қара белгі иегері және 1 спорт шебері шықты. Біздің каратеге мектебімізден көптеген жас балалар қатысады. Олардың бәрі қызығушылықпен, сүйіспеншілікпен қатысып жүр. Алар осыларымыз мол, болашақта елімнің намысын қорғар, атақты үздік каратист болғым келеді. Өзім секілді каратистерге айтарым, алар осыларымыз мол болсын, биік белестерді көріңіздер. Ел намысын қорғайтын, туымызды биікке көтерер, намысты ұланы болыңыздар. 26 орындық оқырман залы бар. Жалпы ауданы 90 шаршы метр. Мектеп кітапханасы жаңа үлгідегі құрал жабдықтармен толық қамтылған. Кітапхана қорында 6877 оқулық, 1535 әдеби, көркем танымдық кітаптар бар. Оқушылар түгелдей оқулықпен қамтамасыз етілген. Білім алушылар мен педагогтар үшін демалыс және кітап оқу орындары жасақталған. Сондай-ақ оқушылар санитарлық талапқа жауап беретін мектеп асханасында тамақтанады. Күнделікті ас мәзірі мектеп медбикесімен қадағаланады.
Шалғай жерлерден келіп оқитын оқушылар үшін 100 орындық интернат жұмыс жасайды. Интернатта оқушыларға жақсы жайлы жағдай жасалған. Жатын бөлмесі, оқу залы, асхана, демалыс бұрыштары талапқа сай жабдықталған. Дария мектеп-гимназия интернатында 36 жоғары білімді, 5 арнаулы орта білімді, барлығы 41 мұғалім еңбек етеді. Олардың 8-і жоғары санатты, 13-і бірінші санатты. Талай тағдырларды тоғыстырған білім ордасынан 235 түлек ұшып, алтын ұядан өмір жолына жолдама алды. Бүгінгі күнге 5 оқушы алтын белгі иегері, 4 оқушы үздік аттестат иегері атанды. 50-ге жуық түлек грант иегерлері Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алуда. 55 оқушы аудандық пән олимпиадасының жеңімпазы атанып, 8 оқушы облыстық пән олимпиадасында топ жарды. Білім ордасы 2017 жылы аудандық орта білім беретін үздік ұйым номинациясын жеңіп алды. Мен Галиева Данияра, Даринск мектеп-гимназия интернатының 11-ші сынып оқушысымын. Биылғы жаңа білім ордасын ашылуы мектебіміздің 20 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. 2008 жылы мектеп табалдырығын алғаш бастаған кезде бастап, мектебіміздің білікті мұғалімдері бізге ең сапалы білім беруде. Соның арқасында біз халықаралық, республикалық және облыстық сайыстарда жоғары нәтижелерге жетіп жүрміз. Мен 2014 жылы халықаралық жывай классика сайысында республикалық іріктеуінде Мәскеуге жолдама алдым. Ал 2018 жылы республикалық пәндік олимпиадада орыс тілінен бас жүлдегер атандым. 2019 жылы Корсунов оқулары атты сайыста бірінші орынға қол жеткіздім. Биылғы мектеп бітіруші сыныптастарыма үмітімді жақсы тапсырып, жоғары оқу орындарына түсуіне тілектеспін. Ал мектебіме болашақта үлкен табыстар және жеңістер тілеймін. Еліміздің ертеңі білімді ұрпақ қолында дей келе, Дариян мектеп-гимназия интернатының ұжымына білімді ұрпақ тәрбиелеу жолында еңбектеріңізге толағай табыс, биік белестер, талмас қажыр қайрат тілегіміз келеді.